Қайырлы кеш, құрметті оқырмандарым. Амансыздар ма, жағдайларыңыз қалай? Көптен осы тікелей эфирді өткізбеппін. Бүгін бір қалау туындады. Осылай тікелей эфир жасасам бекен деген ой келді де, бүгін сол жасайыншы деп кешкілікке жоспарладым. Алланың қалауымен шығып тұрмын. Қалай жағдайларыңыз, кімде қандай сұрақтар бар, барлығына жауап берем. Бүгін сосын тікелей эфирде разбор жасаймын. Разбор деген қандай да сұрақтарыңыз бар болса, сол сұрақтарға сай маған запрос жібересіздер. Мен қабылдаймын. Тікелей эфирге шығасыз, тікелей эфирде мәселеңізді айтасыз, мен сізге көмектесемін. Мейлі ақша мәселесі, мейлі қорқыныш мәселесі, қандай тағы ауру мәселесі, барлық тақырыпта, еркін тақырып бүгін. Бірақ көбіне ақша мәселесін қарастырсақ деген ойдамын. Ақша бойынша көмектескім келеді. Именно ақша бітіп қалса қорқыныш оянатын, немесе көп табысқа шығып келеді, мысалы 500 мыңға, миллионға көп табысқа шығып келеді, мысалы бизнес жасайсыз, бірақ сіздің табысыңыз бір уақыттан кейін түсіп қалады. 500-ге түседі, 600-ге түседі. Сондай уақыттар көмектесе аламын. Немесе ақша жинай алмаймын деген проблема. Немесе ақша бақыт емес, ол денсаулық болса болды деген пікірде болсаңыз, көп ақшаны қалайсыз, бірақ ақша келмей жатыр өміріңізге. Осындай мәселемен де көмектесе аламын. Бұның барлығының жауабы негізі өздеріңізде. Мен тек сол жауапты шығаруға көмектесем. Бірақ тікелей эфирде. Эфир сақталады. Артынан осы эфирдегі қолданылған техникаларды өзіңізге қолданып көруге болады. Яғни өз мәселеңізді шешіп көруіңізге болады. Мен білем, сондай қыздарды, яғни менің тікелей эфирімді көріп, артынан өзіме сол техникаларды қолдандым, көмектесті деген адамдарды білем. Сондықтан егер сізде мәселе болып жатса, қазір тікелей эфирге шығып разбор алуыңызға болады. Кімде қандай мәселе бар, қандай сұрақтарыңыз бар, не мәселе мазалайды, барлығына жауап берем. Өзімді таныстырып өтейін. Менің есімім Салтанат Сабыржанқызы, психосоматолог практик, адам жанын зерттеуші. Осы соңғы биыл 4-ші жыл осы салада жүргеніме, адамдармен жұмыс жасап, қызмет көрсетіп, олардың өміріндегі көптеген қиыншылықтың негізін табуға, себебін табуға көмектесіп жүрген жайым бар. Көп адамдарда результат болды, біреулер рактан жазылды, біреулер табысқа шықты. Ақша бойынша проработкалардан кемі айлығы 2 есе өскендер болды, табыс өскендер болды. Ең максимум 25 миллион табысқа шыққандар бар. Сондықтан бұл жұмыс жасайды. Яғни мен өз өміріме де қолданған дүнием. Өйткені менің өзімнің айлығым 150 мыңнан айлық табыс, содан 2 миллионға шыққан адамын. Сондықтан мен бұл жолды жүріп өткендіктен нақты айта аламын. Яғни ақшаның мәселесі неде екенін нақты айта аламын. Нақты көмектесе аламын. Бірақ ол мен айтпаймын, бір мәселемен, бір терапиямен сіздің өміріңізде мынандай вау болып кетеді. Бывает, болады ондайда. Себебі әр адамның өмір жолы әртүрлі. Әрбір адамның қабылдауы әртүрлі. Осыған байланысты сіздің өміріңіздегі белгілі бір мәселенің шешімі 2 сағатта да шығуы мүмкін, 2 сағатта табылуы мүмкін. Мейлі ол күйеумен қарым-қатынас болсын, мейлі ол ауру болсын, тіпті күрделі ауруға дейін. Не тағда? Баланың мәселесі, баланың ауру шаңдығы, болмаса енемен қарым-қатынас, ата-анамен қарым-қатынас, өзіңізбен қарым-қатынас. Түрлі мәселе бар, сол мәселенің шешімі 2 сағатта табылуы мүмкін. Өйткені бұл жерде өте терең жұмыс жасалатын терапия өтеді. И бұл терапиялар психологқа барғанның 10 сеансын алмастырады. Сіз айлап 10 сеанс барып жүретін болсаңыз, сіз 2 сағатта соны шеше аласыз. Өйткені бұл құрылым, бұл алгоритм шынымен сондай өте тереңде жатқан мәселелерді қозғайды. Тіпті
ұрық кез, құрсақ кез, әртүрлі. Яғни оның себебін табумен, корень. Яғни әрбір мәселенің өзінің бір түбірі бар. Түбір деген тамыр, мысалы, гүлдің тамыры бар ғой, гүл өсіресіз бе үйде, немесе талды елестетіңіз, талдың да тамыры бар. Сол талдың тамыры секілді сіздің бойыңыздағы белгілі бір халдің, ішкі сезімнің, оның тамыры бар. Сол тамырмен жұмыс жасаймын. Сол тамырды бүйтіп жұлып тастаған уақытта сізде ол сезім де кетеді, ол мәселе шешіледі, и сіздің бұл болашағыңызға әсер етеді. Яғни болашағыңызда мүмкіндіктер көбейеді, немесе егер шешпесеңіз мүмкіндіктеріңізді шектеп қоясыз. Міне осылай жұмыс жасайды. Қандай сұрақтарыңыз бар, барлығын жаза беріңіздер, мен жауап беремін. Саламатсыз ба, қалыңыз қалай? Менің жүрегім тыныш емес, ұйқым да дұрыс емес болып жүр, неден екен? Ұйқының дұрыс еместігі миыңызда, жүрегіңізде бір нәрсе бар. Уайым, қорқыныш, бір нәрсені ойлайсыз, күні былай мида айналып жүрген нәрсе бар. И ол көзді жұмсаңыз да маза бермейді, ол шешілмеген дүниелер. Әдетте ұйқының мәселесі көбіне қорқыныштан, уайымнан, үрейден, паникалық атака, немесе денсаулықтағы мәселе болып жатса, мысалға не тағы, щитовидканың ауруы бар ғой, қалқанша бездің қабынуы. Ол да дәрігерге көріну керек. Ең алдымен, егер сіздің тәніңізде ешқандай ауру жоқ десе, демек, сізде бұл психосоматика жағына. Психологиялық себебін тапқан уақытта ол процесс кетеді сізден. Яғни, сіздің өміріңізде болып жатқан белгілі бір нәрсенің сіз үшін бір жағынан мүмкін пайдасы болуы мүмкін. Пайдасы деген нәрсе жасырын пайда деген болады. Әрбір адамға кейде ауру, кейде белгілі бір хал, белгілі бір проблема пайдалы болады. Адам оны қаламайды, әрине, саналы түрде ол қаламайды олай болуын. Бірақ оның жүрегі сол жолмен жүрсем, сол проблеманы тудырсам, сол аурумен ауырсам, демек менің өмірімде белгілі бір мәселенің шешімі табылады деп ойлайды. Сөйтеді дағы сол жолды дұрыс деп есептейді. Сол, яғни, оның проблемадан, стресстен шығудың бір амалы есепті қарастырады да, сол нәрсеге алып барады сізді. Оны да ескеру керек. Негізі бұның мәселенің жауаптары бар. Ол жауаптың барлығы негізі өзіңізде. Табуға болады. Барлық жауап негізі адамның өзінде. Әрбір менің алдыма келген пациент, клиент, ол мен айтам, мен сұрақтың тек жауабын табумен айналсам, бірақ жауап сізде. Егер сіз маған 100% ашылып жауап беретін болсаңыз, мен сізге көмектесе аламын. Ал егерде бір нәрселерді сіз бұғып қалатын болсаңыз, онда кешіріңіз деп айтамын. Мүмкін нәтижелі болмайды деп. Соны ескертем басында. Өйткені бұл шынымен ашық әңгіме. Терапия ол адамның өзімен өзі бетпе-бет келуі. Ішкі блок шешесіз ба? Блок шешем. Блок шешем, түрлі мәселені қарастырам. Шизофренияны енді қарастырмайым. Бірақ кейбір адамдар бар, әрине психосоматика тұрғысынан қарастыратын, но мен ол жағынан қарастырмайым шизофренияны. Дегенмен жазып, менің алдыма келіп сұрағандар болса, болады қарастыруға, бірақ қасында адам болу керек міндетті түрде. Себебі шизофрения білесіздер, ол қандай ауру екенін, а басқа психикалық ауруларды қарастырам. Тіпті менде эпилепсиядан да жазылған адамдар бар. Аллаға мың шүкір деймін, ол шынымен арасында жұмыс жасайды. Біздің барлық проблемамыз негізі мида, ішкі түйсігімізде, тәнімізде жүр. Тәнде жүр даже проблеманың жауабы. Ал егер сол проблема нақты точкаларын табатын болсаң, онда проблема кетеді. Осы жақын арада біздің жаңағы жолдасымның жағынан бір туыстар хабарласып, кішкентай қызда 17 жасар бас ауырады деп хабарласқан болатын. Анда қараттық, мында қараттық, мүлдем прям результат жоқ дейді. Неврология бойынша невропатологқа қараттық, дәрігерге жаңағы жатқыздық та дейді. Дәрілер қабылдады бірнеше мәрте, бірақ результат жоқ. Содан сол маған хабарласып, жеке қабылдауға жазылды.
2 сағат жұмыс жасаймыз, и баланың ішкі сезімдерімен жұмыс жасаймын. Басында негізі қарсы болған, психолог деген не ол деп келгісі келмей, келеді бірден, кешегіде осы, жоқ, бүгін жазып жіберді. Бүгін өзі жазып жіберді, басын қойды, дәрі ішпеймін деп, рахмет деп, психологқа барған дұрыс екен деп жазып жіберді ғой. Сонда баланың сөзі ғой, енді 17 жастағы бала ғой, шындығында 11 оқитын қыз. Қуанамын да, негізі әрбір адамның мәселесін шешілуіне көмектескенім үшін, себебі бұл денсаулық деген нәрсе да біздің өмірімізде өте бір маңызды, біздің болашағымызды айқындайтын дүние. Денсаулық болмаса, адамға еш нәрсе қызық емес. Тіпті миллиондаған ақшаң болсын қалтаңда, зәулім үйің болсын, көліктерің болсын, қымбат, оның бәрі қызық болмай қалады, егер адамда денсаулық деген дүние болмаса. Ал денсаулықтың негізі ол жақсы қарым-қатынастан, дұрыс қарым-қатынастан. Дұрыс қарым-қатынас деген ең бірінші отбасы. Отбасыдан басылады барлығы. Ата-ана, үйдегі күйеуіңіз, енеңіз, кіммен тұрасыз, кіммен өмір сүресіз, кіммен тамақ ішесіз, сол адамдармен татулықтан басталады. Ол адамдарға деген шынайы махаббат, мейірімнен басталады. Маскасыз өмірден басталады. Жаңағы өтірік, өзін-өзі алдап, өтірік күлу емес, екіжүзділік емес бұл жерде. Жай ғана шынайы өмірден. Мысалы, ұнамай ма, ұнамайды деп айтып, мейлі енеңізбен тұрыңыз, мейлі күйеуіңізбен тұрыңыз, өз ойыңызды шынайы айта алатын адамдармен тұрған уақытта және олармен шынайы қарым-қатынас жасаған уақытта өміріңіз де шынайы болады, и қарым-қатынас та дұрыс болады. И оның негізі денсаулықты құрайды. Өйткені денсаулық болсын, қарым-қатынас болсын, ақша мәселесі, оның барлығы тығыз байланысты. Себебі ол қарым-қатынас дұрыс болмаса, ол біздің жұмысымызға әсер етеді, үйде жағдай, хал-ахуал, ауа-райы, психологиялық ауа-райы дұрыс болмаса, ол біздің жұмысымызға әсер етеді. Жұмыста стресс болады, жұмысқа алып барамыз сол состояниені, сол ішкі халмен жұмысқа барамыз, и ол жерде де сол нәрсе жалғасын табады. Себебі менің ішімде не бар, соны мен айналаға, әлемге таратамын. Түйсік деңгейінде, как будто адамның барлығы бір сымсыз байланыспен жаңағы байланған, сымсыз бір-бірімен бүйтіп жалғанып өмір сүріп жатқан адамдар секілді. Әлемнің жер бетінде 8 миллиард халық болса, сол 8 миллиард халықтың ішкі түйсігі, ішкі жан дүниесі бір-бірімен тығыз байланысты. Сіз ішіңіздегі ойларға, сенімдерге байланысты өзіңізге, өміріңізге адамдарды тартасыз. Әсіресе ол күйеу, әсіресе ол достар, әсіресе ол қарым-қатынас жасайтын, тығыз байланысқа түсетін адамдар. Сондай адамдарды тауып аласыз. Жан дүниеңізде адамдарға байланысты, мысалы, өмірге байланысты қандай көзқарасыңыз бар, сол көзқарасқа сай ғана адамдар келеді сіздің өміріңізге. И айтқым келеді, яғни адамның ойы түзелмей, ішкі жағдайы, халі түзелмей, ол адамның жетістікке жетуі өте қиын жүреді. Жетістікке жете алады, дұрыс айтасыздар. Кейбір моменттер болады, ішкі халі дұрыс болмаса да жетістікке жетіп жатады. Қырғын, бірақ анадай ауыртпалықтан өтеді ол адамдар. Үлкен бір кедергілерден өтеді. Үлкен бір қорқыныштарға қарсы жүреді. Қорқынышқа қарсы жүрген уақытта бізге үнемі кедергілер тап болады. Біреу бір жолымызды шалып өтеді, біреу қарсы болады, біреу мына жақта жаңағы бизнес ашуға қарсы болады, мына жақта ақшамызды алып кетеді, мына жақта қарызға кіріп жатасыз, мына жақта жаңағы отбасылық өміріңіз дұрыс болмай жатады. Яғни мұның барлық кедергілер. Сол кедергілердің барлығына қасқайып қарсы тұру керек. Ол қарсы тұру, қасқайып, ол үлкен күшті талап етеді, энергияны талап етеді. Ол энергия біздің денсаулығымызға қатты әсер етеді. Түбінде келгенде денсаулықтан айырылып қалу ықтимал адамның. Сондықтан үнемі айтам, күйеуге шықпас бұрын, бизнес бастамас бұрын адамның ішкі халін реттеп алған өте дұрыс. Тіпті ол ондай моменттерде емес, жалпы адамға негізі жан дүниесін танып, өзін танып, өзінің ішкі сезімдерін түсіну өте маңызды.
Бала тәрбиесінде болсын, мейлі сіз жаңадан бітіріп келген маман болыңыз, мейлі сіз жаңадан тұрмысқа шыққан келіншек болыңыз, ене болыңыз. Қазір осы сөзімді менің естіп отырсаңыз, демек сіздің құлағыңызға, сіздің өміріңізге бұл нәрсе керек деген сөз. Себебі біз әрдайым керек жерде, қажет жерде ғана, қажет сөздерді ғана естиміз. Сондай бір нәрсе бар, біздің құлағымызға сол нәрсені алып келеді. Бірақ бізде таңдау бар. Біз оны таңдаймыз ба, әлде жоқ, оны алмаймыз ба, аламыз ба, оны өзіміз шешеміз. Алмаймын мен, керек емес деп кетіп қалсақ, ол да өз еркіміз. Кейін тағы да белгі береді. Яғни өмірде болып жатқан дүниелердің көбісі емес, жалпы барлығы тегіннен тегін болмайды. Тіпті бір жапырақтың өзі жайдан жай түспейді. Оның артында белгілі бір мән мағына бар. Просто так ештеңе болмайды деген нәрсе да. Кім бүгін тікелей эфирге шығуға дайын? Сұрақ. Өкпе реніштен қалай арылуға болады? Терапияға жазылыңыз. Ішкі түйсік деген не? Ішкі түйсік деген ол біздің интуициямыз, ішкі жүрегіміз, ішкі меніміз, ішкі подсознание. Түсіндіре алдым ба? Подсознание деген түйсік. Подсознание деген адамның ішкі жүрегі. Жүрек сөйлейді. Мен жүрекпен сөйлесем адамдармен келгенде. И барлық адам негізі жүрек деңгейінде, сезім деңгейінде араласады бір-бірімен. Как будто біздің арамызда көрінбейтін Wi-Fi жүріп жатыр. Сол Wi-Fi арқылы біз оның ішіндегі нәрсені біліп отырамыз. Мысалы айтады ғой, өзіңізді жақсы көріңіз, сол кезде адамдар сізді жақсы көреді дейді. Қайдан біліп қалады сіздің өзіңізді жақсы көретініңізді? Біз іштей сеземіз. Бізде сезімталдық деген өте қатты дамыған. Адамның жәндіктерден, құстардан, жануарлардан айырмашылығымыз біздің сезімталдығымыз ақыл ойымызда болды. Біз сол сезімталдық деңгейінде адамдармен араласамыз. Мысалы, тіпті педофилдің өзінің жертвасын сезіп тауып алады. Ол әрбір адамға жоламайды ғой педофил деген. Ол деген жаңағыдай сондай баланы тауып алады, сондай қызды жақындатады да. Өйткені іштей сеземіз біз. Тіпті алдыңызға кездескен адамның қорқып тұрғанын, сенімсіз болғанын, немесе менің де қандай көңіл күйде отырғанымды сезіп отырсыз. Экранның ар жағында отырыңыз, басқа қалада отырыңыз, мені көріп отырсыз, иә, телефонмен. Сіз мені сезіп отырсыз, менің қандай адам екенімді. Мен оған 100% сеніммен айта аламын. Адамдар сенімталдық деген өте жоғары. Әрбір адам негізі психолог қой. Кім сонымен дайын қазір тікелей эфирге шығуға? Маған запрос жібере қойыңыз, мен қабылдаймын, қосамын, сөйтіп тағы разбор жасап беремін. Кез келген мәселе, ақша тақырыбы, қарым-қатынас тақырыбы, қорқыныш тақырыбы, ауру мәселесі, кез келген тақырыпта осы жерде талдап, осы жерде көмектесемін. Эфир сақталады, кейін эфирді көріп өзіңізге қайтадан тағы да осы техниканы қолдануға болады. Немесе басқа адамдарға жіберіп қойып пайдасын көрсін деген ниетте, иә, қарап шығуларыңызға болады. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақ жоқ секілді, иә? Кім тікелей эфирге шығуға дайын қазір? Мен қосайын. Сол адам маған запрос жіберсін. Осылай тікелей эфирде талдауға болады. Жаңағы айтқан ұйқым тыныш емес деген адам, ол кісіде шығуына болады. Алла разылығы үшін көмектесе аламын. Кімде қандай мәселе бар? Кімде қандай сұрақтар туындап жүр? Жеке қабылдау бойынша, курс бойынша, жалпы менің парақшама қайдан келдіңіздер?
немесе кімде мәселесі бар, жақын жуық адамдарыңыз айналаңыздағы, сол адамдарға жіберіп қойыңызға болады. Менің парақшамда, яғни қазіргі тікелей эфирдің өзін жіберіп қойыңыздар, тікелей эфирге қосылып, бәлкім өзінің проблемасын шешілуіне сіз себепші болып қаласыз. Сондықтан плюс-минус 5-10 адамға жіберіп қойыңыздар. Осы эфир керек-ау, осы эфирді тыңдау керек-ау деген адамға. И ол адам қазір қосылып, мүмкін тікелей эфирге шығып қалар. Кім жіберді? Астыға плюс қояйық, Астыға плюс қояйық, жібердім деп. Плюс, мысалы, 5 адамға жіберсеңіз, плюс 5, 10 адамға жіберсеңіз, плюс 10 деп жіберіп қойыңыздар. Кімде қандай сұрақтар бар? Психосоматика негізінде жазылған адамдардың қатарында жай ғана бас аурудан бастап рак ауруына дейін жазылған адамдар бар. Менің практикамда рак ауруынан тіпті бір терапиядан жазылып кеткендер бар. Химиотерапия алып, химиотерапияны тоқтатып тастады. Мысалы, сондай результаттар бар Алланың қалауымен. Енді мен арқылы болып жатқандар, бұның барлығы мен себепші болуымен өзгерістер әрине Алла тағала береді. Алланың қалауы ол жерде нәтижені беріп жатқан, бірақ ол адамның да өзгерісі сол нәтижеге алып келді да. Белгілі бір сабақты қабылдады бәлкім ол кісі. Саламатсыз ба сіз, қай қаладансыз? Ақтөбе қаласынан. Ақтөбе қаласынан онлайн, офлайн жеке қабылдау өткіземін. Сонымен қатар менде курс бар, 2,5 айлық трансформациялық онлайн форматтағы курс бар. Бұл курс қазір жүріп жатыр. Келесі поток Алла қаласа июньнің ортасы, июньнің соңына таман басталады. Офлайн форматта да бар. Ақтөбе қаласында 1,5 айлық ол. Сол 1,5 ай бойы мен сізбен жұмыс жасаймын. Сондай да менде курс бар. Егер қаласаңыздар, курсқа келді жеке менімен жұмыс жасауға болады. Жеке прием қанша? 1 сағат па? Жеке прием менде 2 сағат уақыт алады. Кейде болады 2,5 сағат, 2 сағат деп айтам көбіне. Енді болады ғой, арасында бітпей қалса 2,5 сағатта созылуы мүмкін. Тағы не? Жеке қабылдау онлайн, офлайн форматта өтеді. Яғни онлайн болса, онда бүкіл әлем бойынша жұмыс, әлем бойынша халықпен барлық мәселені қарастырамын. Бүгінгі тақырып қандай? Тақырып еркін разбор жасап берем бір адамға тікелей эфирде. Ақша мәселесі болсын, қарым-қатынас мәселесі, ауру мәселесі, не тағы да. Қандай мәселеңіз бар, сол мәселе бойынша көмектесе аламын. Жеке талқы, яғни разбор осы тікелей эфирде өтеді. Кім батыл, кім өзінің мәселесін шешуді қалайды, сол адам маған запрос жіберсін, мен қосамын. Сосын осы тікелей эфирде көмектесемін. Кімде қандай мәселе бар? Сол мәселе бойынша кім өзінің мәселесін шешкісі келеді қазір, сол адамды тікелей эфирге қосам. Кімде ақша бойынша мәселе бар? Плюс қойыңыздар. Сосын кім жаңағы плюс 10, плюс 5 адамға кім таратып қойды? Осы тікелей эфирді кім жіберіп қойды? Поделицияға басасыз, мына жерде самолеттің белгісі тұрады, былай стрелкасымен. Соны басасыз да адамдарға жіберіп қоясыз. Осы эфирдің болып жатқанын. Бәлкім бір адамның мәселесін шешілуіне сіз себепші боласыз. Ой, рахмет дейді ертеңгі күні. Онлайн, офлайн мәселе шешу бағасы қанша? 2 сағат. Негізгі бағасы қазір 30 мың теңге, бірақ алда қымбаттайды бұл баға. Бұл баға
қазір сәуір, мамыр айы болады, маусым айынан бастап 40 мың болады. Жеке қабылдау менде 40 мың болады, немесе 50 мыңға көтеріледі. Сондай өзгеріс болып жатыр. Қазір егер жазыламын, қазір менің мәселем шешкім келеді дегендеріңіз хабарласыңыздар, себебі алда бұл баға өзгереді. Не үшін өзгереді? Не үшін бұлай қымбаттатып жатырмын? Ой, кешірім сұраймын. Не үшін қымбаттатып жатырмын, айтайын. Себебі бұл терапиялар өте құнды. Көптеген курстардан өттім, көптеген білімді алдым осы күнге дейін. Расстановкаге бардым, маг-терапияны көрдім, трансформациялық ойындарды көрдім. Не тағы да. Көп қой адамдармен жұмыс жасаудың әдіс тәсілдері. Оның ішінде ең күшті, ең керемет бұл психосоматикамен мәселені шешу. Мейлі қарым-қатынаста, бірақ осының барлығына көмектесе алатын менде бір күшті алгоритм бар. Керемет техника бар. Адамды бүйтіп қазып бүкіл түптен шығаратын, құдықтан шығаратын даже сол техника бар. Адам құрдымға кеттім, мен өлгім келеді деген адамдар сыртқа шықатын дүние, тірілтетін дүние, жасуша деңгейінде тірілтетін дүниені мен қазір адамдарға қолданып жүрмін. Кәдімгі мақтанышпен айта аламын. Әрбір алдыма келген адамға көмектесе алғаныма, көмектесе алатыныма сенімділікпен айта аламын. Тіпті менімен курста өткен адамдардың өзі маған терапияға жазылады. Әлгінге дейін. Себебі мен бұл істі сүйем. Вот прям махаббатпен жасаймын. Бірақ ақшаның неге көбейіп тұрған себебі, ақша бұл менің уақытым. Менің уақытыма төлейсіздер, менің энергияма төлейсіздер, менің жұмысыма төлейсіздер. Ал бір терапияның өзінен егер де адам жылдар бойғы мысалы гипотереоз кетіп жатса, қалқанша безбен. Менің өзімде қалқанша безден проблема болған адаммын. Қалқанша безбен 2015 жыл жарты бөлігін алып тастадым. Бірақ ол кезде психосоматиканың білсем де әдіс тәсілін білмедім. Сөйтіп барып дәрігерлердің айтуымен, қорқынышпен барып алдырып тастаған болатынмын. Алайда қазір менің алдыма келіп, отаға барамын деген адамдарға мен бірден айтам, отаға асықпаңыз деп. Себебі ол органды сізге берді ма, Құдай? Ол жай берген жоқ қой. Оның қызметі бар, өзінің атқаратын, сіздің денсаулығыңыздың, сіздің өміріңіздің белгілі бір қалыпты жұмыс жасауына, сіздің тәніңіздің белгілі бір қалыпты жұмыс жасауына ол әрбір орган қызмет етеді. Әрбір орган қызмет еткендігі, яғни жүрек соғады, қалқанша бездің өзінің қызметі бар, почканың қызметі бар, бүйректің қызметі бар, жаңағы бүйрек почка екеуі бір ғой, өкпенің қызметі бар, не тағы, әрбір орган, тоқшек, ішек, дәрігерге барсақ, жаңағы бір жерімізде бір қабыну болса, киста болса, алдырып тастаңыз деп жатады, кесіп тастаңыз деп жатады. Бірақ оған дейін оның психологиялық себебін анықтауға бел буыңыз. Денсаулық ол аманатты, Құдайдың бізге берілген. Әрбір орган негізі бізге аманат. Ақыретке барғанда да әрбір орган сөйлейді дейді ғой. Естулеріңіз бар болса, қол сөйлейді, бас сөйлейді, көз сөйлейді. Маған дұрыс қарамат қожайын деген секілді. Қожайын маған былай істеді, риза болмадым дегендей әңгіме айтады дейді. Сол секілді сондай бір ыңғайсыз жағдайда қалмас үшін әрбір органымызды бағалай білуіміз керек. Мен айтқым келгені, менде гипотереоздан жазылған адамдар өте көп, бала көтерген адамдар өте көп, бір терапиядан тұрмысқа шыққан адамдар бар, өмірлік жарын тауып кеткендер, не тағы да қарыздан шыққандар бар, кредит, жаңағы ойынға кіріп кетіп займдар ала береді, кредит ала беретін адамдар, бір терапиядан жазылғандар бар. Мен сенімділікпен айта аламын, нақты кәдімгі 200% сеніммен айта аламын. Бұл терапиялар жұмыс жасайды. Егер сізде бір терапия көмектеспесе, демек ары қарай жұмыс жасау керек болады. Әрбір адамның өмірі, қабылдауы, дүние таным әртүрлі. Соған байланысты оған
бір терапия бәлкім оның миының өзгеруіне, түсініктің келуіне әсер етпеген болуы мүмкін. Онда тағы да екіншісін көру керек, үшіншісін көру керек. Әйтеуір берілмеу керек, соңына дейін бару керек. Міне мәселе қайда жатыр. Сол кезде сізде соңына келгенде бәрібір сізде жаңағы результат болады. Результат болады. Өйткені мен өзім қаншама аурудан жазылған адам ретінде айта аламын, менде өте көп ауру болды. Ең басты басым көп ауыратын, цитрамонды көп ішетін, цитрамон, парацетамол менің сумкамде. Маған дос болған дәрілер. Давлением түсіп жүретін бала кезімде. Давлением өте түсіп жүрді. Енді өте түскенде де менде біткен өмір болатын. Мәл болмайтын, анемия болатын. Соның негізінде бүйрегім көп ауыратын, цистит болатын, пилонефрит болатын, не тағы да. Айта берсем өте көп. Шындығында өте көп. Мұның барлығы адамның өзінің қалауын жасамағаннан болды. Менің деңгейім, менің мәселемде. Мен жан дүниемді тыңдамағаннан қателестім. Жан дүниемнің тыңдамағаннан тәнде көптеген аурулар пайда болды. Ол аурулар менің өзіме назар аударуыма себеп болды. Осы жолға келуіме себеп болды. Қазір мен өзім жолымды таптым, өзімнің сүйікті ісім таптым, мен ауырмаймын қазір. Білесіздер ма? Мүмкін, егер сізде де сондай жағдай болып жатса, сізді сілкілеп жатса, Құдай, мысалы, көптеген қиыншылықтарды беріп, ауру емес, басқа нәрсемен сынап жатса, қарым-қатынаспен, ақшамен, изменамен, ұрып соғуды, таяқ жеуді көріп жатсаңыз, демек сізді өмір сілкілеп жатыр. Бір нәрсеге назар аудару керек. Или өзіңізге назар аудару керек. Или бір нәрсені дұрыс жасамай жатсыз сіз. Или сіз жассыз, сізге күрделі ауру келді, онкология қойылды. Оның өзінде де сигнал бұл, үлкен сигнал уже. Бұл уже тревога, дабыл соғып жатыр. Жан дүние дабылдың соғып жатқаны. И соңғы станцияға келгенше өзіңізді жиып алғаныңыз дұрыс. Соңғы станция ол өлім. Өлімге бармас бұрын, егер өмір сүргіңіз келсе, онда шешімін іздеңіз. Шешімнің бәрі бар. Кез келген нәрсенің шешімі бар, жауап бар. Сіздің өміріңізде болып жатқан қиыншылықтың жауабы бар. Оның үнемі ниеті жақсы жақтан болады негізінде. Біз көбіне ойлаймыз, қиыншылық келсе, ойбай, неге келді маған осы? Осы өмір қаяқтан келді маған, Құдайым-ау дейміз. Шындығында мен өзім ауырғанда сондай состояниеде болғанмын. Менде неге бұлай? Деген ой мені кәдімгі жатқызбайтын. Мен түсінбейтінмін. Мен өзім салыстыратын басқармен. Мен жаспын. Неге маған давление пайда болды? Маған бұл қатты жағдай болып көрінбейтін. Кейін менің жасымнан кіші адамдарда да давление бар екендігін байқаймын. Осындай жаңағы қазір енді адамдармен жұмыс жасап жүрмін ғой, сонда адамдардың келген жасына қараймын да, тіпті менен де жас адамдарда давление бар екен. Мен байқаймын, олар нормально өмір сүреді екен. Мен ол состояниеге көне алмадым. Мен дәрімен өмір сүргім келмеді. Үнемі дәрі ішу, ол как адам өсімдік сияқты болып кетеді да. Маған үнемі тұмаумен, жөтелмен ауру некомфортно болды, дискомфортно болды. Мен келіспедім онымен. Неге деген сұрақтың жауабын іздеу барысында мен осы психосоматикаға келген адаммын. Сөйтіп қарым-қатынас шықты. Әкеммен қарым-қатынас дұрыс болмады. Анама деген реніш шықты. Анам ерте қайтыс болған. Соның барлығын шешу арқылы менде қазір состояние басқа. Менің өзімнен бойымнан өткендіктен мен адамдарды жақсы түсінем. Қандай деңгейде тұрғанын, қай деңгейге өту керектігін, ауру неге келгенін, не мақсатта келетінін, жалпы қиыншылық, проблема біздің өмірімізге не үшін қалай пайда болатынын барлығын білемін. Бірақ ол жауаптың барлығы әрбір адамда индивидуальны болуы мүмкін. Әрбір адамға әртүрлі сабақ үйретуі мүмкін. Әртүрлі көзқарасты өзгертуге, миды өзгертуге, өмірді өзгертуге келеді да. Бірақ оны сіз ести алсаңыз. Мәселе сонда, есту. Нені дұрыстау керек деген нәрсені естісеңіз, сіз дұрыс бағытқа барасыз, дұрыс жолға түсесіз. Не осындай. Так, маған қанша терапия керек? Әрбір адамда индивидуально.
Мен айтам үнемі 80-90% бір терапиямен шешіледі, алайда исключение бар. Себебі сіздің өміріңіз басқа адамға ұқсамайды, басқа адамның өмірі сіздікіне ұқсамайды. Әрбір адам ол бір қайталанбас тұлға, қайталанбас жеке тұлға. Сіз сияқты адам екінші рет өмірге келмейді. Тіпті мына бар ғой, полицейлер отпечатка пальца жасайды. Білесіздер ме, не үшін? Себебі әрбір адамның отпечаткасы пальца әртүрлі болады. Сол секілді тіпті егіздердің өзінің қолдары, ойлау жүйесі, дүниетанымы бәрі әртүрлі. Қайталанбас тұлға. Әрбір адам ол қайталанбас тұлға. Әрбір адамның өмірі ол белгілі бір тарих. Негізі сіздің инстаграмыңыздан көріп жүрмін, мықты сөйлеген сөзіңізде де нық сенімді. Рахмет көп-көп. Рахмет. Яғни жұмысыңызда да нәтижесі бар деп ойлаймын. Әрине. Неге менде негатив күшті дейді. Әйел денсаулығына психосоматика әсер ете ме? Әрине. Бірінші очередь. Судороги берудің психосоматикасы қандай? Судороги беру, не үшін судороги беріп жатыр? Бірінші соны білу керек. Судорогидің әртүрлі деңгейі бар ғой, ол судорогидің эпилепсияда болатын судороги бар, немесе баланың мысалыға жаңағы температурасы 40-тан асса судороги береді дейді, я? Оның өзінің белгілі бір себептері бар, яғни тұмаудан пайда болған белгілі бір побочный эффект. Ал просто так судороги берсе, ол демек бәлкім қорқыныштан болуы мүмкін, бәлкім барғысы келмеген жерге барды деген болуы мүмкін, бәлкім жаңа қанмен проблем болуы мүмкін. Яғни ол тамырдың тартылып қалуы ғой, судороги деген нәрсе. И бұл тамыр деген не? Ол қанмен байланысты. А қан ол махаббаттың өмірде қуаныштың жоқтығы. Адамның өмірінде қуаныш жоғалса, махаббат жоғалса, қанмен проблем басталады. Егер менің өмірім қызық емес, мен не үшін мына өмір сүріп жүрмін, мына өмір шаршатты деген адамдарыңыз бар болса, точно анемия бар. Вот 100% айта аламын, анемия бар ол адамдарда. Ол адамдарда бүйрегі ауырады, ол адамдарда низкое давление болады. Өмір қызық емес деген адамдарда низкое давление болады. Ал біреулерге қысым көрсетіп, біреулерден қысым көріп жүрген адамдарда, ол адамдарда артериалдық давление болады. Ол жоғары давление. И артериалдық давлениенің тағы бір себебі ол жаңағы анадай дүние. Көп қатты бір проблемаға кіріп кеткен, уайымға қатты беріліп, сол уайымды күні түні ойлайтын адамда давление бар. Ол уайымды шешу керек. Сол кезде давление кетеді. Тағы кімде қандай сұрақтар бар? Әйел денсаулығына психосоматика. Әйел денсаулығы деген не? Ол женский органдар, иә? Женский органдарға біздің құрсақ жатады. Әйел адамның төсі, көкірек жатады, омырау. И олар адамның, әйел адамның әсіресе өзімен ең бірінші қарым-қатынасына әсер етеді, өзін кінәлауына, өзін жек көрсе, өзін үнемі мен басым жасамайды, мен сондай жаңағы жаман адаммын деп өзін қаралай берсе, тағы не өзіне үнемі ұрсып ренжіп жүретін бір болады ғой, ішкі бір диалог. Ой, мынаны мен дұрыс істемедім ау, мен мынаны дұрыс істемедім ау, мен мынаны бүйтуім керек, мынаны сөйтуім керек деген адамдар бар ма? Сондай адамдар, яғни өзін ұнатпайды да ол адам. Сөйтеді да өзіне қарсы энергияны жібереді. Әрбір сезімнің ол энергия тұрғанымен. Энергия деген күш, былай түсіндірейін. Мысалы, екі адам бір-бірімен төбелесіп жатыр. Екі адаммен бір-бірімен төбелесіп жатыр. Екеуі бір-біріне ашулы, не істейді? Барып бірін-бірі жаман, бір күшпен, алып күшпен барып ұрып тастайды ғой. Тіпті өлтіріп тастауға да жүзі жанбайды. Не? Басқарып атқан адамды. Ашу, эмоция, реніш, ыза, кек, бәлкім. И ол ашу, ыза, реніштің артында адамды бір өзі
өзі білмейтін бір алып күшті оятады да, ана адамды барып мықты бір тербеліспен барып бітшін шығарады ғой. Жалпақ тілмен айтқанда бітшін шығарады. Яғни басқарып жатыр, күш бар. Энергия деген күш нәрсе, күш деген нәрсе. И біз сондай ашу, реніш, ызаны бойымыздан шығармаймыз. Ұрғымыз келеді, ұрмаймыз. Ренжіп тұрмыз, айтпаймыз. Ашуланып тұрмыз, көрсетпейміз. Не болып жатыр іште? Энергия жиналып жатыр ішке. Жаңағы адамды барып өлтіріп тастайтындай, до того сондай ашулы адамдар болады. Бірақ болмайды. Ол дұрыс емес. Немесе қорқады, немесе батылы жетпейтін адамдар ішінен бәрін тынады. Іштен тыну керек, үндемеу керек деген нәрсе бар. Үндемеу керек, сөйлемеу керек, үндемей шыда дейді дағы. Сөйтіп үндемей келеді өмір бақи, жылдар бойы. И ол іште жатқан энергия неше жыл бойға қалайда сыртқа шығу керек. Қалайда сыртқа шығу керек. Потому что іште уже дискомфортно, сыймай жатыр денеге. Қалайда ана стресстен өту керек, қалайда стрессті как-то надо пережить, қалайда өткеру керек. Сөйтеді да не істейді? Ең слабый орган қай жерімізде? Иммунитетімізде. Бір жерімізде ақау бар, сол жерге бар, жиналады да. Кішкентай аурудан бастап үлкен ауруға дейін проблема тудырады. Тіпті онкологияның негізі реніш, қорқыныштан пайда болуы ықтимал. Қорқып тұрған адамды айтайын. Қорқып тұрған адам не істейді? Аяғы дірілдейді, дауысы шықпай қалады. Қатты қорыққан адам келіп сізге нападение біреу жасасыншы далада, даусыңыз шықпай қалады, үніңіз шықпай қалады. Жаңағы не дейді? Бар ғой, жүріп бара жаттың, аяғым жүрмейді дейді, құлап жатырмын дейді жерге. Себебі мына денені басқарып тұрған қорқыныш, үрей, ол ана адамды жүргізбей тастайды. Реально жүргізбейді. Сөйтіп дағы іште жинала береді, ол қорқынышта. Жинала береді. И бір күні бір жерден как-то бүйтіп жемісін беру керек, бүйтіп гүл болып шығады. Жаңағы ұзақ жылғы реніш, қорқыныш деген нәрселер жиналып, бүйтіп онкология болып шығып ықтимал. И жаңағы женский аурулардан шығып кетті мәселе. Женский аурудың бірден бір себебі бұл адамның өзімен қарым-қатынас, ер адаммен қарым-қатынас. Содан кейін өзіне қарамауы, өзін тастап жіберуі. Өзін тастап жіберу деген өзінің жан дүниесіне мән бермеу. Мысалы, ол адам ұйықтағысы келеді, даже элементарный нәрсе, үйде ұйықтағысы келеді, ұйықтауға өзіне мұрша бермейді. Жұмыс жасай береді, үйдің түрлерін жасай береді. Немесе жаңағы не тағы? Демалғысы келеді, демалуға мұрша бермейді өзіне. Түрлі ситуация. Яғни адам өзіне рұқсат етпейді, өзіне қамқорлық жасамайды. Өзі демалып бычыт шығып жүрсе де жұмысты жүреді. Қарамайды өзіне. Тастап жіберген деген нәрсе. Жан дүниеге мән бермейді, жүрегін тыңдамайды. Так, сұрақтар келген, сұрақтарға жауап берейін. Медитация әсер етпеуі неден екен? Медитация әсер етпеуі қандай медитация? Бір жағынан, егер сіз орысша тыңдап жатсыз медитацияны, егер сіз орысша түсінбейтін болсаңыз, қалай әсер етеді? Түсінуіңіз керек ең бірінші. Не айтып жатыр, не қойып жатыр? Медитацияға да дайындық керек негізінде. Медитацияға дайындық деген нәрсе, сіз медитацияны тыңдаған уақытта не айтады, соны жасауыңыз керек. Терең демал деймі? Терең демалу керек болады. Денен жібер деймі? Жіберу керек болады. Міне, түрлі техникалар бар өзінің жасайтын әдіс-тәсілдер. Соны тыңдап отқанда құлаққаппен тыңдау керек. Көбіне құлаққаппен өте жақсы жүреді. Жаңағы сырттағы сыбдыр нені естімейтін боласыз, құлағыңызға тіке барады да, миыңызға. Сіз ол медитацияны естіген уақытта соның барлығын жасауыңыз керек.
сол кезде ғана барып жаймен белгілі бір этаптардан өту арқылы әсер етеді. Әсер етпеу мүмкін емес негізі. Салтанат ханым, онкология 4-ші стадия психосоматикамен жазылуы мүмкін бе? Жазылуы мүмкін. Жаңа біреу жіберген запрос. Кімде мәселе бар, кім тікелей эфирге шығып, өзінің мәселесі туралы айтқысы келеді, жеке талқылағысы келеді, разбор алғысы келеді, сол адамдарды күтем. Сол адамдарды эфирге қоса аламын. Сол адамдарға Алланың қалауымен көмектесемін. Кім бар сондай? Кто самый смелый деймін ба? Кім батыл? Кейде орысша сөйлеп қоям. Осы орысша сөздерді қоспайын десем де, арасында шығып кетеді, кешірім сұраймын енді. Кім батыл? Кім өзінің мәселесін осы тікелей эфирде шешкісі келеді? Мейлі ақша мәселесі, қорқыныш, реніш, ашу-ыза, қарым-қатынас, не тағы, ауру, баласы ауру, тағы басқа. Тізе жарылған десе, емі бар ма? Тізе не үшін жарылған? Қалай жарылған? Ол жерде сыртқы жарылысты айтып тұрсыз ба, әлде жоқ ішкі сүйекті айтып тұрсыз ба? Маңызды. Тізе негізі анадай ғой, бүйтіп қимылдап тұратын дүние ғой, бүйтіп тұру керек та. Яғни бүгіліп тұру керек, жазылып тұру керек та. Мұның қызметі бізде жүруімізге көмектеседі. Тізе егер бүгілмей қалса, тізе жұмыс жасамай қалса, демек адам икемсіз деген сөз. Адам икемсіз деген сөз, ол адамдарға тыңдамайды. Тыңдамайды деген сөз, ол адамдардың сөздерін елемейді, ескермейді, естімейді. Міне. Сондай уақытта тіземен проблема болады. Ішкі сүйек. Сол айтып тұрғаным, адам икемсіз, бір қырсық қыңыр мінезі болуы мүмкін. Бір қатып қалады ғой, бір қырсық адамдар бейді, қайқып бейді, икемсіз деген нәрсе. Түсіндір алдың ба? Яғни, жаңағы тізе жұмыс жасамай қалады сондайда. Мынау бейтіп тұрған нәрсе ғой, бейтіп тұрған. Тізе деген бейтіп ойнамалы ғой. Егер адам сондай қырсық қыңырлығы қатты болса, сондайда тіземен проблем болады. Сосын ана айтқаннан қайтпайтын адамдар болады ғой. Бір нәрсені айтып алады да, бүйтіп тырсып алады да, қайтпайды соны. Өзінікін дәлелдей береді. Сондай адамдарда тіземен проблем болады, мойынмен проблем болады. Мына мойын тоже икемділіктің белгісі. Сосын тағы бір момент бар. Тізе не үшін ауырады, аяқ не үшін ауырады, көбіне қорқыныштан болады. Или барғыңыз келмеген жерге барып жүрсіз. Аяғыңыз жүргісі келмейді, барғысы келмейді сол жерге. Бірақ сіз мимен ойлайсыз, бару керек дейсіз. Жүрек бармайым дейді. Сөйтіп аяққа сигнал береді. Жүрме дейді. Барма сол жаққа, мен барғым келмей жатыр дейді. Сіз қанша мимен дұрыс деп есептеген затыңызды жүрек шешеді. Жүрек дұрыс бұрыстығын өзі біледі. Сізге сіз қиналатын жерлерге жүрек барғызғысы келмейді. Себебі біздің жүрегіміздің ең басты функциясы ол бізді қорғау. Қалайда қорғау? Қиын заман күндерден, қиыншылықтан, сізге ауыр тиетін сөздерден, ауыр тиетін адамдардан, ауыр тиетін жағдайлардан, ситуациялардан, тіпті жұмыстан қорғағысы келеді. Бұрын менде жұмыс жасап жүргенде анадай болатын. Көп тұмаумен ауыратынмын. Білесіздер ма? Тұмаумен ауырамда бір больничный ашып аламын. Бізде больничный толық 100% төленетін. Сөйтіп больничный ашып аламын да үйде жатам. Демалам. Бұл не деген сөз? Жұмысқа барғым келмейді деген сөз. Аяқ аурулары болды, аяғымда шпоры болды. Не тағы? Аяғым сырқырап, андай мозольдер шығатын, потому что маршировать еткім келмейтін.
стройда тұрғым келмейтін. Мен армияда служить еткен адаммын, әскери қызметте болған адаммын. И сол әскери қызметтегі жаңағы қызметті менің миым қабылдамады. Менің миым кәдімгі қарсыласты. Мен миыммен ойлаймын да, бұл жұмыс, бұл деген мен ақша тауып жатырмын, мен бала шағам бар, мен қайда барам, жасым болса мынау дейді да миым. Жүрек айтады, жоқ, мен сені ауыртам дейді. Бұл саған жұмыс келмейді дейді да. Сөйтіп маған ауруларды береді. Себебі менің жақсы болғаным қалайды жүрек. Менің өмірімде дұрыс болғанын қалайды, бақытты болғанын қалайды жүрек. Сөйтеді жаңағыдай ауруларды ойлап табады. Мидың сигнал беруімен, түйсіктің сигнал беруімен. Аяқ жүргісі келмеді, шпоры пайда болды. Маршировать еткісі келмеді, барттан мозольді ойлап тапты. Тәнде реакция болып жатыр. Тәнде белгілі бір аурулар қозып жатыр. Себебі оның артында менің ниетім бар. Жүрегімде белгілі бір қалау бар. Мен барғым келмейді деймін, бірақ мен өзім зорлап алып барам. Жаңағыдай ауырса, все, уже бармайсыз ғой. Бармаймын ғой мен. Жүрмеймін, маршировать етпеймін. Себебі менің аяғым ауырады. Мәселе пайда болды. Мен сол мәселе арқылы, сол ауру арқылы жаңағы нәрседен шығам. Ситуациядан шығам. Өзім қаламаған нәрсені жасамайым. Түсіндіре алдың ба? Яғни әрбір ауру ол жай емес, жайдан жай емес. Артында белгілі бір ниет бар. Қалауымыз бар. Кеш жарық інімнің жолы болмай жүр, жұмыс істеуге барса ауырып қалады. Демек, жасағысы келмейтін жұмыста жүрген шығар. Ұнамайтын жұмыста жүрген шығар. Өзінің бір ішкі потенциалын, ішкі бір қабілеттерін ашпай жүрген шығар. Бұндайда да адамның жан айқайы білінеді. Потенциал деген не, қабілет деген не? Ол белгілі бір нәрсені біздің жасай алуымыз. Мысалы, менің қолымнан не келеді? Мен соны жасамайым. Бірақ Құдай маған қабілетті беріп қойған. Мысалға, мен жақсы сөйлеймін. Мен кішкентайымнан тілге шебер болдым. Өлең шығардым бала кезімде, мектеп кезінде журналист болам деп армандадым. Газетке жаңағы тілші болдым 9, 10, 11 класстарда. Сөйтемдағы тіл әдебиетке оқуға түсем. Бірақ тіл әдебиетке оқуға түсіп, мұғалімдік бітірсем де мұғалім болмаймын деймін де, барып әскери қызметке кірем. Не істедім? Мен өз-өзімді сатып кеттім. Яғни мен қабілетке бетіп крест қойдым. Қабілет деген нәрсе, ол менің сөйлеуім. Менде қабілет бар, Құдай берілді маған. Немесе біреуде суретшілік бар. Немесе біреуде күшті киім тігеді. Немесе бір адам жаңағы керемет сатады. Әрбір адамда қабілет бар. Немесе бір адам күшті суырып салма ақын. Болмаса, бір адам күшті жаңағы шебер, жаңағы тоқымашы. Түрлі қабілет бар. Сол қабілетті біз ашпасақ, біз Құдайдан берілген қабілетті бейтіп, жауып, тұншықтырып, бейтіп тастасақ, блок дейді, үлкен тасты елестетіңіз, сол тасты қойпайсыз алдыңызға, сол таспен жүресіз бейтіп. Алдыңызда тас тұр бұлай, сол таспен жүрсіз, көтеріп. Не істейді? Жүрегіңіз айтады. Қума дейді ғой. Тастана тасты дейді. Жүректі аш, қабілетті аш, дамыт. Құдайдан берілген қабілетіңмен өмір сүр дейді. Ал біз ақшаны ойлаймыз. Қабілетті ойламаймыз, ақшаны ойлаймыз. Ақша бірінші орын дейміз, бала шаға дейміз, күнкөріс дейміз. Сөйтіп уақыт өте береді, өмір өте береді. Өмір бізге бір-ақ рет беріледі. Мен соны түсінген уақытта жұмысымнан кетіп қалған адаммын. Мен білген жоқпын, бұл жол менің өмірім қалай болады, не болады, не істеймін. Маған ұнады бұл іс, бұл кәсіп ұнады. Адамдармен жұмыс жасаған ұнады, мен кайфовать ете бастадым. Результат болған сайын менде мотивация оянды, менде құлшыныс оянды, өмірге деген, адамдармен жұмыс жасауға деген бір ішкі бір алып күш оянды менде. Шын айтайын.
И сөйтіп мен соның жетегінде жүрдім, мне нравится дедім да, ұнайды маған дедім. Болды. Басқа ешқандай ниет болған жоқ. Сөйтіп жұмысқа шығып кеткен адаммын. Осы жолда сондықтан жүрмін. Просто Құдайдың қалауы болды. И мен сол қалауды ести алдым. Негізі, әрбір сіздің жүрегіңізде оянған әрбір сезімнің артында ол Алла тағала тұр. Бізбен Құдай сезім арқылы сөйлеседі. Егер сізде белгілі бір нәрсені жасауға бір ынтыққан сезім оянса, ықылас оянса, махаббат оянса, демек, оның артында біліңіз, жаратушы тұр. Егер сіздің ойыңызға белгілі бір идея келсе, бірдеңені жасауға, өндіруге, біліңіз, онда да Алла тағала тұр. Бірақ Алла тағала және сіз болуыңыз керек. Егер оның қасына тағы да үшінші адам қосылса, демек ол қалау сіздік емес. Ол қалауды біреуден көшіріп алдыңыз деген сөз. Мысалы, айтайын, көлікті қалайсыз? Мысалға, Тойотаны қалайсыз енді, джип, айтайын, джипті қалайсыз, бірақ ол джип қалау менікі ме, менікі емес пе анықтау үшін сол машинаны ойлаған уақытта тек өзіңіз болуыңыз керек. Егер ой пайда болса тағы да, ана бір подругамда бар ғой, менде де сондай болсыншы деген ой пайда болса, демек ол қалау сіздікі емес. Демек ол қалау фальшивый, жалған. Ол қалауды сіз біреуден көшіріп алдыңыз. Даже если сіз сол қалауға жетсеңіз де, сізде кайф болмайды. Кайф сезім болмайды, рахат сезім болмайды. Потому что сіз оны көшіріп алдыңыз біреуден. Оригинал сезім ол жерде тек қана сіз және жаратушы болады. Түсіндіре алдым ба? Кеш жарық. Салтан ханым, менде аллергия мазалайды, оның психосоматикасы қандай? Аллергия көктемде базалып, күзде тоқтайды. Аллергия бір нәрсені қабылдамай жүрсіз, бір нәрсеге бүйтіп триггер ойнап жатыр да, сезім қосылып жатыр. Менде аллергиядан жазылғандар көп, бір терапиямен кеткендер өте көп. Тіпті өздері байқамай қалды да, кеткендерін, аллергиядан арылғандарын, себебі маған жазған болатын. Салтан ханым, мен сүт жеп жүрмін дейді, а мен бұрын жемейтінмін дейді. Мен хабарласам, аллергия кетті ма деп, менен терапия алдыңыз ғой десем, менде кетіп қалыпты ғой. Өзімді байқамай қалыппын, оказывается, мен соңғы уақытта цитрусқа дейін жеп жүрмін дейді, бұрын жемейтінмін дейді. Тағы бір адамда 14 жылдық аллергия кетті. Аллергия. Тағы да бір адамдар болды аллергиямен. Кеткендер бар. Кеткендер көп. Аллергия деген нәрсе, ол белгілі бір нәрсені мен қабылдай алмадым, келіспей жатырмын. Или жаңағыдай реніш, ашу, ондай да болуы мүмкін. Но көп жағдайда айтады, қабылдамау дейді. Бір адамды қабылдамай жатыр. Аяғы ауыр әйелде болды. Бір әйел үйінде әжесінің қылықтарын қабылдай алмайды екен. Белгілі бір әрекеттерін, үйінде әжесінің. Сөйтіп аллергия пайда болған. Іші қыши береді. Терапия алады, қышу басылады, әжесін қабылдайды. Сондай қызық болды. Яғни біздің бойымыздағы аурулар, ол бір нәрсені, көзқарасты, мәселені шешу үшін келеді. Бізді шешу үшін келеді. Мендегі проблема, демек, мені шешу үшін келді. Сіздегі проблема, сіздегі бірдеңені шешу үшін келді. Бірдеңені өзгерткісі келеді. Жан дүниеде, ойда, сезімде, өмірде, көзқараста, адамдармен қарым-қатынаста бір нәрсені өзгерту керек. Соны істей алсаңыз, ауру кетеді. Тек оны білу керек та, жанды ести алу керек. Жан сөйлейді, интуиция сөйлейді. Әрбір адамның ішінде ішкі бала отыр. Ішкі бала деген ол көңіл ғой. Айтады ғой, көңіл жас дейді. Ол көңіл үнемі біздің көтеріңкі көңіл күйде болғанымызды қалайды. Бізге комфортты болған қалайды. Және ол көңіл бала секілді. Үнемі оған назар аудару керек.
И біз назар аудармасақ, ол ашу шығарады. Жан айқайы деген пайда болады. Қайырлы кеш, Салтанат Сабыржанқызы. Бала көтере алмау неден болады? Бала көтере алмау, демек мен бала туды қалмаймын. Мен бала тусам, бәлкім оны асырай алмаймын. Бәлкім күйеуіме сенбеймін. Бәлкім күйеуімді ұнатпаймын, белгілі бір қылықтарын қабылдамаймын, оның ұрпағын көбейтуді қаламаймын. Бәлкім ол бала туылса, менің өмірімде белгілі бір қиыншылықтар орын алады. Мен содан қашам. Немесе қайын жұртыңызбен проблема бар. Қайын жұртпен проблема болса, бала туды қаламайды адам. Себебі солардың ұрпағы ғой. Мен сәйкесінше ол ұрпақты көбейткім келмейді. Себебі оларға ренішім бар. Қайненеме, қайнатама не істейді ми? Демек бала көтермеу керек дейді. Тағы бір себеп бала көтере алмаудың ол адамның өзін өзі қабылдамау. Өзін өзі қабылдамау деген ол тіпті құрсақ кезден басталуы мүмкін. Адамның өзімен қарым-қатынасы дұрыс емес. Сол кезде де адам есеналы түрде бала туды қаламайды. Бала көтерген келіншектер өте көп менде. Результат өте көп. Бала көтерген прям бір терапиядан кейін, 2 айдан кейін хабарласады. Тағы біреу бар. Невынашивание болып қайта-қайта түсе берген. Бір терапиядан кейін көтеріп кетеді. Көтереді, аман есен босанды. Көп енді. Бала көтеру просто себеп табу керек. Не, қай жерде? Не үшін? Не үшін менде бала болмай жатыр? Бала болса, менің өмірім қалай өзгереді? Демек біз алда болатын белгілі бір қиыншылықтан қорықсақ, баланы әкелмейміз өмірге. Ертең менің өмірімде бала туылса, менің өмірімде не өзгереді? Қандай состояние болады? Сол жақпен қарау керек. Сонда басқаша шешім шығады. Менде босанғаннан соң крапивница пайда бола береді, отек квинкамен, ол нені білдіреді? Босанғаннан кейін белгілі бір жағдай орын алды ғой өміріңізде. Соған қарсылық танытып жатыр денеңіз, тәніңіз. Белгілі бір стресс, жанжал болды ма? Соған байланысты мынау. Тері екінші жағынан бұл бізді қорғайды. Мысалы, далада суық болса, сіздің денеңізді қорғайтын не? Тері. Тері қорғайды суықтан, аяздан, мұздайдан, ыстықтан. Тәніңіз күйіп кетпес үшін денеңіз сізді қорғап тұрады. Сәйкесінше, егер менің денемде белгілі бір жаралар пайда болса, демек мені не нәрседен қорғап жатыр? Соған назар аудару керек. Белгілі бір адаммен келіспеушілік себеп болуы да мүмкін. Және ол крапивница қай жерде? Ол да маңызды рөл атқарады. Дененің қай жерінде? Шықты. Соның барлығы ол психосоматика. Қолға шықты ма, ішке шықты ма, арқаға шықты ма, мойынға шықты ма деген секілді. Соның артынан себеп табу керек болады. Яғни әрбір дене мүшеміздің, тәніміздің белгілі бір жеріне шығуы уже мән бар, уже бір жерде түсінік бар. Бір нәрсеге назар аудару керек деген. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Бүгін талқы болмады. Барлық денеге.
Дене демек барлық денеге болса, дене сізді бірдеңеден қорғап жатыр. Адамдар, айналадағы адамдар қауіпті деген ойда болған болушы, может быть. Мүмкін. Мына орта маған қауіпті. Мен қорғануым керек. Белгілі бір адамдар қауіпті. Мен қорғануым керек. Немесе демалыс керек болды. Егер сіз осы арқылы ауруханаға жатқан болсаңыз, өзіңізге қарай бастаған болсаңыз, белгілі бір адамдардың мейірім махаббатын ала бастасаңыз, демек ол жерде сіздің жасырын ниетіңіз бар болуы мүмкін. Тағы басқа. Сондай. Ал жақсы, қайырлы түн. Онда мен сіздермен қоштасам. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар болса, жекеме жаза қойыңыздар, жауап беремін. Геморрой неден болады? Геморрой әлсіздіктен болады. Адам өзін әлсіз санағаннан. Белгілі бір жағдайлар орын алады, бірақ ол жағдайларды шешуге өзінің қауқарсыз, шарасыз сезінген уақытта геморрой пайда болады. Айтады ғой, эта работа как будто для меня геморроем стал дейді. Бір адамдар геморройым болып кетті дейді. Яғни адам өзін қауқарсыз шеше алмайтын жағдайда жеткенде сондай аурулар пайда болады. Ой, сұрақ жауды ғой мына жақта. Шаршап жата бергім келеді, неліктен? Өмір сүргіңіз келмейді. Мақсат жоқ, мағына жоқ өміріңізде. Или ойлайсыз, жаңағы өмір қызық емес. Вроде онша қиын емес жұмысым. Жұмыс емес, басқа нәрседен мүмкін ұнамайды шығар өмірде. Бір нәрсе ұнамайды. Өмірде ұнамайды, өмір ұнамайды. Поэтому адам жата береді. Мақсат жоқ. Ұйқы келмейді. Қандай адамдарда білесіздер ма? Өмір қызық адамдарда. То есть ұйқы келмейді деген сөз совсем ұйықтамайды деген сөз емес. Ұйықтай бергісі келмейтін адам. Таңертең ерте тұратын, көңіл күймен тұратын, прям бодыр тұратын, бүйтіп былжырап тұратын адамдар, демек ол адамдардың өмірінде бірдеңе былжырап жүр. Зорлап барады бір жерге өзін. Сөйтіп ұйқы баса береді. Менде бұрын, мысалы, жұмысым ұнамағандықтан ұйқы бас болдым. Әркімде әртүрлі. Бәрінде бірде болады деген сөз емес. Бірақ көбіне кездесетін осы себеп. Өмірім ұнамайды. Өйткені ұйқы деген не? Ұйқы деген жарты өлім. Ұйықтаған уақытта адам өмір сүрмейді. Ұйқы арқылы бірдеңеге көзін жұмғысы келеді. Бірдеңеге мән бергісі келмейді, бірдеңеден қашады. Сөйтіп, ұйқыны дос етеді. Дос болады ұйқымен. Ал жақсы, аман есен болайық. Келесі жүздескенше тікелей эфирді енді көп өткізуге жоспарлап отырмын. Қалай істеймін, қалай арыламын? Жеке қабылдауға келіңіз. Өзіңіз түсініп кетесіз. Жан дүниеңізді естисіз.